Абайдың 28-ші қара сөзі. Ей мұсылмандар, біреу бай болса, біреу кедей болса, біреу ауру, біреу сау болса, біреу есті болса, біреу есер болса, біреудің көңілі жақсылыққа мейілді, біреудің көңілі жаманшылыққа мейілді. Бұлар неліктен десе, сіздер айтасыздар. Құдай тағаланың жаратқанын яқи бұйрығынша болған іс деп. Жә, олай болса біз Құдай тағаланы айыбы жоқ, міні жоқ, өзі әділ деп иман келтіріп едік. Енді Құдай тағала бір ант тұрғанға еңбексіз мал береді екен. Бір Құдайдан тілеп, адал еңбек қылып, пайда іздеген кісінің еңбегін жарытпай қатын баласын жөндеп асыра алмайтындай кедей қылады екен. Ешкімге залалсыз бір момынды ауру қылып қор қылады екен. Құдай бір ұры залымның денесін сау қылады екен. Әке шешесі бір-екі баланың бірін есті, бірін есер қылады екен. Тамам жұртқа бұзық болып, түзік бол деп жарлық шығарып, жол салады екен. Түзікті бейішке шығарамын деп, бұзықты тозаққа саламын деп айта тұрып, пенденің біреуін жақсылыққа мейілдендіріп, біреуін жаманшылыққа мейілдендіреді екен. Өзі құдайлық құдіретіменен біреуін жақсылыққа бұрып, біреуін жаманшылыққа бұрып жіберіп тұрады екен. Осының бәрі Құдай тағаланың айыпсыз, мінсіз, ғафур рахымдығына, әділдігіне лайық келе ме? Жұрт та, мүлік те бәрі Құдайдың өзінікі. Бұл қылғанын не дей аламыз? Өз мүлкін өзі не қылса қыла береді. Оны айыпты болды дей алмаймыз десең, ол сөзің Құдай тағаланың айыбы міні жоқ емес, толып жатыр. Бірақ айтуға бата алмаймыз дегенің емес пе? Олай болғанда пенде өз тырысқандығыменен не пайда? Бәрін қылушыға қылдырушы өз екен. Пендеге өкпелейтін еш нәрсе жоқ. Кім жақсылық, кім жамандық қылса, Құдайдан келген жарлықты қылып жүр екен демейміз бе? Құдай тағала әрбір ақылы бар кісіге иман парыз, әрбір иманы бар кісіге ғибадат парыз деген екен. Және де әрбір рас іс ақылдан қорықпаса керек. Біз енді ақылды еркіне жібермесек, Құдай тағаланың ақылы бар кісіге иман парыз дегені қайда қалады? Мені таныған ақылымен таныр дегені қайда қалады? Дініміздің бар жасырын тұрған жалғаны жоқ болса, ақылды оны ойламай дегенімізге пенде бола ма? Ақыл тоқтамаған соң, діннің өзі неден болады? Әуелі иманды түзетпей жатып, қылған ғибадат не болады? Жоқ, сен жақсылық жамандықты жаратқан Құдай, бірақ қылдырған Құдай емес. Ауруды жаратқан Құдай, ауыртқан Құдай емес. Байлықты, кедейлікті жаратқан Құдай, бай қылған, кедей қылған Құдай емес деп нанып ұқсаң болар. Әйтпесе жоқ.